Алтын мәші және сиқырлы қоян. Сілтеме. Мәші ұрғашы есек. Ерте заманда жарық дүниеде Абырал деген баймен Сабырал атты кедей өмір сүріпті. Абыралы мал сататын саудагер де Сабыралы егінші еді. Сабыралы ерте таңнан кеш батқанша өзінің шағын жерінде еңбектенеді. Оның көмекшісі бір мүйізі сынған жалғыз қара өгізі. Сабыралы түтіннен қап-қара болып ұсталған жыртық киіз үйде әйелі екеуі тұратын. 40 жасқа келгенше өмір сүрсе де балалары болмаған екен. Сабыралы әйеліне: егер сен маған бір ұл туып берсең, мен оны оқуға жіберемін, ол ғалым болады. Ал егер қыз тусаң, біз оны кім 47 берсе соған күйеуге береміз деуші еді. Күндердің күнінде Сабыралының әйелі ұл туады. Оның қуанышында шек жоқ. Ұлын мектепке апару үшін оның 9 жасқа толуын төзімділікпен күтеді. Ал ұлы күрескенді жеңетін, алысқанды жығатын зор денелі, күшті әрі алғыр болып өседі. Әкесі ұлына қарап: менің бақытым өсіп келеді деп өз-өзінен күбірлеп сүйсінетін. Баласы 9 жасқа келгенде Сабыралы оны молдаға алып келетті. Осы баламды ғалым етіп шығар деп сұрайды. Молда келсетті, баланы алып қалады. Сабыралының ұлы ғылымды меңгеруде өз қатар құрбыларынан көш ілгері болады. Бірде молда өзінің оқушысына былай деді: әкеңе барып айт, сенің оқуыңа 3 тілде төлесін, ақшасыз маған қайтып келме. Бала үйіне келіп, молданың айтқанын әкесіне жеткізеді. 3 тілдені қайдан табамын деп ойлайды кедей. Егер жалғыз көмекшім қара өгізді сатсам, онда жерімді қалай жыртамын? Сабыралы түнімен көзілмей ақшаны қайдан тапсам екем деп ойлайды. Баласын білімсіз қалдырғысы келмейді. Ақыры жалғыз өгізін базарға апарып сатпақшы болады. Күн шықпастан тұрып, мал қораға барады. Сабыралы өгізінің мойнынан сипап: қош бол, менің көмекшім. Сен маған түйе мен аттың орнын адал ісіңмен алмастырдың. Байғұс жануар. Енді сен ұры, алып сатар, сараң саудагер Абыралының қолына тиесің. Өгізімен қоштасқан кедей ұлын оятады. Таңғы салқымен өгізді базарға апарып сатта, молдаға оқуың үшін төле. Оған таңғалған баласы: мен өгізді сатыламын ба? Қу адамдар мені алдап кетпей ме? Әкесі: қорықпа балам, базарда Абыралының алып сатарларынан басқа алдаушылар жоқ. Өгізді базарға сен апарсаң да, мен апарсам да, оның барар жері біреу-ақ, Абыралының қолы. Абырал деген кім деп сұрады бала. Ол да хан, саудагер, басқарушы және қазы. Оның рұқсатынсыз базардан ешкімді мал сатып ала алмайды. Кедей ұлына өгізді қалай сату керек екенін түсіндірді. Өгізді базарға алып келген бетте саған бірінші алып сатары келеді. Одан 15 тілде сұра, ол саған 1 тілде ұсынады. Сен келіспе. Содан кейін екінші алып сатар келеді. Одан 20 тілде сұра. Ол саған 2 тілдеға беруіңді сұрайды. Соңынан үшіншісі келеді. Сен одан 25 тілде, ал төртіншісінен 30 тілде сұра. Солай әр келгеннен 5 тілде артық сұра. Ең соңында аласа бойлы, ат жақты, пұшық мұрын ақсақал келеді. Одан 300 тілде сұра. Таңғалған ақсақал сенен: өгізіңді неге сонша қымбатқа бағалайсың деп сұрайды. Оған: өгіздің еш ерекшелігі жоқ, бірақ маған оқытқан үшін молдаға төлейтін ақша керек деп шыныңдайды. Мүмкін ақсақал 3 тілде берер, әйтпесе мұндай бағаны бізге ешкімде бермейді. Бала өгізді базарға алып келетті. Көрнекті орынға тұрып алушыларды күтеді. Абыралының малайы келіп: өгізіңе қанша сұрайсың? 15 тілде. Жарайсың, саудагер, деді алып сатар мысқылдап. Қисық қадаңды бағалай білесің. Осы да өгіз бе? Қу сүйекпен тері және бір мүйіз жоқ. Мына өлексеңе 1 тілде берсем жете ме? Жоқ. 15 тілде. Екінші алып сатар келеді. Өгіз қанша тұрады? 20 тілде. Мұндай ақшаны саған кім береді? Ең жақсы деген өгіз 2 тілде тұрады. Ал сенің өгізің сойысқа ғана жарайды. 1,5 тілде алда, соған рахмет деп үйіңе қайт. Жоқ, 20 тілде. Онда саған сонша ақша беретін ақымақты күт. Екінші алып сатар
кетіп қалады, үшіншісі келеді, содан кейін төртінші, бесінші, алтыншы бәрі саудаласады. Ешқайсысы да екі ділдәден артық бермейді. Базардағы адамдар тарқай бастады. Баланың қасына ат жақта аласа бойлы ақсақал келді. Өгізің қанша тұрады? 300 ділдә. Ақсақал басын шайқап, сен саудагер емес, ақымақсың. 300 ділдәға базардағы бар малды сатып алуға болады. Кәрі, жалғыз мүйізді өгізге кім саған мұнша ақша береді? Нақты бағасын айт. 300 ділдә. Мұнша алтын сұрауыңа қарағанда сенің өгізің ерекше өгіз болды ғой, бала. Жоқ, ақсақал. Бірақ мені оқытқан үшін молдаға төлеуге көп ақша керек. Менің оқып ғалым болғым келеді. Молдаға сен қанша бермекшісің? 3 ділдә. Әкесінің айтқан ақылын жақсы түсінген бала өгізді беріп, ақшаны алып, қуанғаннан үйіне жүгіріп кетті. Сабыралы тағы ой үстінде не істеу керек? 3 ділдәні молдаға берсе, онда өгіз де ақша да қалмайды. Ал жарты жылдан кейін молда тағы да төлеуді талап етеді. Кедей ойлай мынандай шешімге келді. Сабыралы 2 ділдәға ұзын құлақ мәш сатып алады. Оған түнімен жоңышқа жегізіп, таңертең базарға алып барады. Алаңға жетпей мәшіні суық сумен суарады. Мәшінің іші кеуіп, демалуы ауырлай бастайды. Сабыралы базарға келеді. Оған Абыралының алып сатары келіп, мәші қанша тұрады? 2000 ділдә. Ыза болған алушы. Мұнандай ұзын құлақ мәшіге 2000 ділдә кім берсе, өмірінде 1 ділдә де көрмейді деп теріс айнала береді. Сабыралы оны жеңінен тартып, сыбырлап, егер мәшін алмасаң, өмір бойы өкінесің. Тағдыр саған мол қазына сыйлап отыр. Егер сен мәшіні Абыралыға сатып алсаң, оның ең қымбатты досы боласың. Ол сенен еш нәрсесін аямайтын болады. Алып сатар қызығып, сенің мәшің несімен ғажап? Алдыңа салып қуда былай де, ділдә бер. Мәш сүрінген кезде тезегімен бірге ділдә шығады. Күніге 2 рет қусаң 2 ділдә аласың. Міне сондықтан да ол қымбат тұрады. Дүние қорлықтан алып сатардың көздері оттай жанды. Мәшіні сатып алып, Абыралыға сыйға тартуды ұйғарды ол сатушыға. Егер осы айтқандарың шын болса, оның алтынды қалай беретінін көрсет, сонда мен оны сатып аламын. Жақсы. Сабыралы мәшіні бірнеше рет қамшымен осып береді. Қашқан мәшінің тезегімен қоса, Сабыралы базарға әкелерде құйрығының астына тығып қойған ділдә де түседі. Өтірік емес екеніне көзі жеткен алып сатар мәшін алмақ болып 1000 ділдә ұсынады. Ұзақ уақыт саудаласқаннан кейін Сабыралы жарайды. Мәшіні 1000 ділдәға ал деп келіседі. Ақшасын беріп, мәшіні алып келе жатып, алып сатар ойға шомады. 1000 ділдәні мәші тез арада береді. Ал әрі қарай таза түсімін жинауға болады. Мұндай сыйлыққа Абыралы қуанады. Алып сатар мәшіні алып келіп бірден үйге кіргізеді. Ызаға булыққа да Абыралы, ей, мисыз, сен неге есекпен бірге таза бөлмеге кіресің? Бұл саған мал қор емес, жоғал. Алып сатар, ашуланбаңыз, әміршім, бұл алтын мәші. Оны сізге бір Алланың өзі жіберіп отыр. Ей, жынды, сен не сандырақтап отырсың? Мен шын айтып отырмын. Егер мәшті қуып ділдә бер десе, оның тезегімен бірге алтын ақша түседі. Алып сатар Сабыралыдан алған ділдәсін көрсетіп, бір ақмақ маған бұл қазынаны 1000 ділдәға сатты. Мен бұны сізге тарту етемін, әміршім. Барлық дос жараныңды шақыр, мәшінің қалай алтын беретінін олар да көрсін. Бұл көріністі мен өз көзіммен көріп, өз қолыммен ділдәні көтеріп алдым. Бұл жерде ешқандай көз бояушылық жоқ. Абыралы ақшаны тістеп байқады, жалған емес. Қуанған бай барлық байлар мен молдаларды қонаққа шақырды да оларға алтын мәш туралы айтты. Қонақтар оны құттықтады. Ақсақал, сіздің қолыңызға өте сирек кездесетін олжа тиіп отыр. Алтын мәшті иелену зор бақыт. Молда, Абыралыға, бұл сіздің Алланың сүйіктісі екеніңіздің тағы бір дәлелі. Қонақтар ең үлкен бөлмеге жайғасты. Алып сатар мәшті бөлмеге кіргізіп, кілемнің үстімен қуа жөнелді. Қуа жүріп бұлай деді, ділдә бер. Бірақ мәші ділдә түгілі бөкті бермейді. Қонақтар көздерін ашып жұмуға да қорқып, мәшінің құйрығына телміріп қарап отырады. Мәшінің алтын ақша шығарғанын әрқайсысы өз көздерімен көргісі келеді. Алып сатар мәшіні бар пәрменімен ұра бастады. Өзі әбден қара терге түсті. Әбден шаршаса да айғайдап, ділдә бер малғын, ділдә бер. Міне мәші құйрығын көтерді.
бүкіл кілемнің үстін бүлдірді, бірақ алтын ақша шығармады. Байлар Абыралмен әзілдесе бастады. Мұндай ойын сауықты әр уақытта көшеден де көруге болады деп күледі. Кейбіреулер ашуланып, егер саған ұнаса, мәшінің құйрығына жалғыз өзің ақ сүйсініп қарауыңа болатын еді ғой, сен неге бізді келек еттің? Байдан қорқып именгендері еш нәрсе деместен ренжіп қайтты. Абыралы алыпсатарда қатаң жазалауды ұйғарды, бірақ қонақтар оған былай деді: кінәлі ол емес, оған жай мәшті алтын деп сатқан өтірікші кінәлі. Міне, кімді жақсылап тұрып жазалау керек. Абыралы қонақтарының айтқанын тыңдап, алыпсатар өтірікшіні іздеп тауып алып келуге жібереді. Оны тауып маған алып кел, сазайын өзім тартқызамын. Бұл уақытта Сабыралы байға жаңа сыйлық дайындап жатыр еді. Түсі бірдей екі қоянды ұстап алып, оларға бірдей етіп мойын жіп жасады. Оның біреуін бөлмеге байлап қойды да, екіншісін өзімен алып кетіп, үйге жақындау жерге бой тасалауды ойлады. Ол әйеліне: егер келген кісілер болса, оларды сыпайы қарсы алып жақсылап сыйла. Ал мені қайда деп сұраса, былай түсіндір: күйеуім егіндікте жұмыс істеп жатыр, бірақ оны шақыртуға болады. Сонан соң қоянның қасына келіп былай деп бұйыр: жылдан барып Сабыралыны шақырып кел, содан кейін қоянды босатып жібер. Сабыралының тығылып үлгергені сол еді. Үйге Абыралының жіберген екі өкілі келіп, Сабыралы осында тұра ма деп сұрайды. Осында тұрады деп жауап берген әйелі шақырылмаған қонақтарды үйге кіруге шақырады. Олардың аттан түсуіне көмектесіп, бөлмеге енгізіп, астарына ең жақсы көрпелерін төсейді да сый-сияпат дайындауға кіріседі. Дастарханға бауырсақ төгіп, қонақтарға шай құяды. Ал қадірменді қонақтар, қай ауылдан келдіңіздер деп сұрайды бәйбіше. Сіздерге менің күйеуім не үшін қажет болды? Біз Абыралы байдың ауылынанбыз. Солай ма деп қуанады бәйбіше. Онда сіздер біздің үйдің ең қымбатты да аяулы қонағы боласыздар. Өтінемін, біздің үйде бірнеше күн қонақ болыңыздар. Ал қонақтардың көңілі қоянға бод. Оның мойын жібі не деген әдемі деп ойланады. Ал үй иесінен сұрауға ұялады. Ер адамның әйел адамның алдында әуестік танытуы ыңғайсыз. Қонақтар: біз үйдің қожайын көрсек деп едік. Жақсы, онда күйеуімді шақыртайын. Қоянға жақын келіп, байлаудан босатып, Сабыралы кешегі істеген жерінде сен жылдан барып үйге Абыралы байдың ауылынан қымбатты қонақтар келіп отырғанын айтты да қоянды қоя берді. Ол оқтай атылып орманға кіріп жоқ болды. Бір сағаттан соң Сабыралы келеді. Қонақтар еш нәрсе түсінбей дал. Олардың көзінше үй иесінің күйеуіне жіберген әдемі мойын жібі бар қоянын кедей қолына ұстап алыпты. Қоянды сол бұрынғы орнына байлаған Сабыралы қонақтармен сәлемдесті. Ешқашан мұндай қоянды көрмеген қонақтар бір-біріне қарасты. Кедей: Абыралы байдың адамдары қандай жұмыспен келдіңіздер? Ал өзі қоянды сипап еркелетеді. Егер біз Сабыралыны өз әміршімізге алып барсақ, одан бізге тиетін пайда қанша? Ал егер Сабыралының орнына сиқырлы қоянды алып барсақ, бай бізге сыйлық тарту етер еді деп ойлайды қонақтар. Олар қожайынға: біз сенде адам тілін түсінетін сиқырлы қоян бар деп естідік, соны Абыралыға алсақ деп едік, сатпайсың ба? Жоқ дейді Сабыралы, сатпаймын. Менің ұлым да, жолдасым да, күзетшім де осы қоян. Біз саған 1000 ділда береміз. Олар кедейді ұзақ уақыт көндіре алмады. Соңында ол: сендерді де Абыралы байды қынжылтқым келмейді. Солай-ақ болсын, сиқырлы қоянды 1500 ділдаға алыңдар. Қуанған қонақтар ақшасын санап береді де қоянды алып қайтады. Өтірікшіні әкелдіңдер ме деп сұрайды Абыралы. Жоқ, біз саған сиқырлы қоян әкелдік, Абыралыға дейді алыпсатар. Ол өзінің алған затын мақтай жөнеледі. Оны мұқият тыңдаған бай былай дейді: сен мені бір рет ұятқа қалдырдың. Қояныңмен қосылып көзіңді құрт. Сені Сабыралы тағы да алдап соққан ғой. Алыпсатар: жоқ, бұл нағыз сиқырлы қоян. Егін басына барып Сабыралыны үйіне шақырып келгенін өз көзімізбен көрдік. Бұл жерде ешқандай алдаудың болуы мүмкін емес. Ол байды иландырады. Абыралы сыйлықты қабылдап, оны өзінің бөлмесіне байлап қоюды бұйырады. Абыралы тағы да қонақтарын жинап, оларға былай деді: қадірменді қонақтар, біз сендердің алдарыңда алтын есектің орнына жай есекті көрсеткеніміз үшін кінәліміз. Ал бүгін біз сендерге нағыз сиқырлы қоянды көрсетеміз. Байдың 4 әйелі болатын, үлкені оның үйінен 2 шақырым жерде тұратын. Абыралы қоянды шешіп алып оған: жүгір қоян, менің үлкен әйеліме барып,
Таяуда оған қонақ келетінін айт, қарсы алуға дайындалсын, ет пісіріп бізді күтсін. Абыралы қоянды есіктен шығарып қоя береді. Сол-ақ екен, қоян жылдам көзден таса болады. Біраз Абыралының үйінде отырған қонақтар онымен бірге Абыралының үлкен әйелінікіне кетеді. Келсе үй іші ыбырсып шашылып жатыр. Оларды күткен ешкім де жоқ. Ет піспеген, үй иесінің үстінде ескі кір көйлек, ызаға булыққан бай. Қонақтарда қарсы алуға дайындық жасасын деп қояннан айтып жіберген едім. Сен неге менің айтқанымды орындамадың? Не деп тұрсың деп таң қалды әйел. Қоянды көрсем көзім шықсын. Сен өзің есіңнен ауысқансың ба? Қоян адам тілін түсінуші ме еді? Сені алтын мәш сияқты тағы да біреу ақымақ еткен ғой. Әйел өзінің ақымақ күйеуіне ұрсып тастады. Қонақтар ақымақ болған байды күлкі етті. Қаһарланып ашуланған Абыралы малайларына алыпсатарды өлтіруді бұйырады. Малайлар бас салып ұрып, оны өлтіріп қоя жаздады. Тағы да жақтаушылар табылып байға былай дейді: оны өлтірмей қоя тұр, одан да ол өтірікшіні ұстап әкелсін. Алдамшы алаяқты бізді көрейік. Абыралы келіседі. Өзінің екі малайын алыпсатарға қосып, Сабыралыны алып келуді бұйырады. Келемеж дегенін байдың кешірмейтінін түсінген кедей одан алысырақ қоныс аударуға ұйғарады. Алтын мәшіге 1000, сиқырлы қоянға 1500 ділді алған, оның ақшасы көбейген еді. Жаңа жерде Сабыралы еш қиындықсыз бақытты өмір кешеді. Ол өзінің ұлын ең жақсы деген мектепке оқуға береді.